ұяламын дейді қарауға. Мен оған не айтамын дейді да. Не бітіріп келдің деп айтамын. Ал жігіттер, өзіңе сұрақ қой, не бітіріп келдің? Дүниеге қатысты нәрсенің бәрін тындырдық. Бала-шаға үшін өмір сүріп жатырмыз дейміз. Бала-шағаң сен үшін өмір сүрмейді. Ойлама, сен бала-шаға үшін деп салған там, сен өлгеннен кейін бала-шаға бұзады оны, оған ұнамайды. Ол өзінше өмір сүргісі келеді. Рас қой. Сен дұрыстап соғасың, әкенің балаға мал дүние болмайды. Білім қалдыр балаға. Сол дүние болады. Балаңа Құран қалдыр. Уақиға сүресін қалдыр. Балаңа Құдайдан қорқуды үйрет. Қазір көп жерде мынаны айтып жатыр. Бұлайша мән берілмейтін нәрсе сияқты жігіттер. Көп жерде жүрміз ғой, айта салар. Үйде қатындарыңа айтыңдар. Қатындарың үйде дастарханда нан артылады ғой, мынандай нандар артылады ғой, мұсырға тастамасын. Байқайсыздар ма, бұдан не болып жатыр? Қазір үйлерде мынандай нандарды сыпырып тастай салады да, өсіп келе жатқан ананы көріп отқан балдарда мейірім жоқ. Нан жерде жатса алмайды қазір. Өйткені біз бұндай нандарды иттерге береміз. Тексерген адамдар. Қазір бір көшеге бір жарты лепешкін тастағанда бөліп. Сырттан камерамен қарап тұрса, баяғы үлкен кісілер бар ғой, Союзды көрген. Нан үлкен ба, Құран үлкен ба деп жүргендер. Негізі Құран үлкен. Бірақ олар нанның қадірін білген адамдар ғой. Солар анан еңкейіп алды дейді. Қазіргі жастар кетіп барады, нанның қоқымын көрсе, көріп кетіп барады, алмайды дейді. Неге? Олар шүкіршіл адамдар емес олар. Өйткені үйінде олар сондай тәрбие көрген. Балда әке-шешелері бұндай нандарды сыпырып алып тастап, не істеген? Итке лақтырып жатыр, малға лақтырып жатыр. Мал жегенінде жемеген қорада шашылып жатыр. Өтірік емес жігіттер бұл. Оны көріп өсіп кеткен бала не болып жатыр? Пайғамбар айтады, қиқымын көрсең де алып жеп қой, қайдан білесің? Берекесі сода шығар. Біздің берекеміздің кеткені мүмкін үлкен нандар қорада жатыр. Мүмкін береке сонымен бірге кетіп жатқан шығар. Неге біреуден іздейміз? Біздің жігіттер көтерілген кезде мен көтерілдім деп айтады. Өз ақылымен көтерілдім дейді. Құлаған кезде өз ақымақтығымен құладым деп айтпайды. Біреу құлатты деп айтады. Көз тиді деп айтады. Біреу қарғады деп айтады. Жоқ. Сені құлатып жатқан сол шүкіршілдігің қараңызшы. Алла Тағала Құранда айтады, шүкір етсең арттырам. Міне мына жігіт бай шығар. Мен мынадан көмек сұрайын. Бір рет сұрайын, екі рет сұрайын, үш рет сұрайын. Береді ғой, төртінші рет мынаның түрі бұзылады. Кім болса ол болсын. Төртінші рет, бесінші рет сені көрмеймін дейді. Сені жолатпайды. Жек көреді сені. Ал Алла Тағала қараңызшы, сен сұрайсың, береді. Тағы сұрайсың, береді. Қараңызшы не дейді? Дүниең көбейеді ғой. Осы кезде сен сұрауды тоқтатсаң, Алла Тағала ренжиді екен. Неге? Мен мынаған беріп еді, мынау шүкір етуді ұмытты деп. Ал сіз дүниені Құдай берген сайын, байыған сайын сұрай берсең не болады? Алла бере береді, және айтады екен. Міне шүкіршіл құлым. Мен берген едім. Мен деп жатқан жоқ. Алла тағы берші деп қолың жайғаның не дейді? Мен бере берем дейді. Сен просто альхамдулилля, шүкір саған деш, мен бере берем дейді. Біз не істеп жатырмыз? Құдай берші деп сұрап жатырмыз. Бірақ Құдай берген кезінде өз ақылыммен жеткем, зорға жеткем, мен жеткем. Ешқандай серік қоспаймын өзіме. Бір өзім жеткем. Осылай жігіттер. Ана үйдегі әйелдерімізге айтайық. Нанның қоқымын тастамасын. Нанның қоқымын ал. Онымен құдіретті деп жатқан жоқпын, дәретпен ұста деп жатқан жоқпын. Балаңыз шүкіршіл болуы үшін көшеде жатқан нанның қадірі бар нәрсе ғой. Оны біздің баяғы өлген малдың терісін жеген аталарымыз біледі оны. Ал мына соңғы сөзімен де ағайындар. Бір ғалым кісі ауырып, өз-өзінен кетіп қалған кезінде бізде енді анау әртістікті өлтіреміз ғой, енді біреудің алдына барған кезде тақуалық мынандай маска, мына масканы киіп жүргеніміз болмаса, өзіміздің бетімізде и так бір маска тұр ғой, тақуа деген. Рас та жігіттер. Ғалым кісі комаға түседі. Шәкірттері ана кісіні өлді деп ойлайды да, жатқызады да жүзін қыбылаға қарайды, қаратады. Сөйтіп дем салып отқан кезінде ана кісі өз-өзіне келеді да, сендер не істеп жатсыңдар дейді. Сондайды біз сізді өлген шығар деп, бүйтіп от жатқызып енді басыңызды қыбылаға отып деп. Сонда ана ғалым кісі жылайды. Неге жылап жатсыз деген кезінде қараңызшы не дейді? Сендердің менің басымды қыбылаға бұрғандарыңнан не пайда, Алла қаламаса дейді. Сендер бұны бұра бересіңдер. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан нәрсе, адам баласы қабірге түскен кезінде Алла Тағала оның жүзін оңға қарай бұрады дейді күнәһарлардың. Тозақ жәннат көрсетіледі. Сонда ол айтады екен, ақымақ намазхандар, айттық қой міне, олар ойбай намаз оқымасаң саған үйтіп кетесің, бүйтіп кетесің деп айтып еді. Міне оқымай-ақ міне жәннаттың есігін көрдік қой деген кезінде Алла Тағаланың періштелері дауыстайды. Алла Тағала айтқызады. Егер де Аллаға бой ұсынғаныңда еді, сенің барар жерің осы болар еді. Жүзін бұрыңдар бас жақтарға, сол жағына, басын бұрыңдар. Алланың періштелері оның басын сол жағына қарай бұрады. Тозақтың бір бұрышы ашылады. Оның не болады? Оған тозақтың
оты көрініп тұрады, оның жағдайы сондай. А біреулерге керісінше тозақ көрсетіледі. Оның үрейі ұшқан кезінде айтады: сен Аллаға бойсұнбағаныңда сенің жағдайың осы еді. Енді Аллаға бой ұсынғандығыңнан сенің жүзіңді жоғары қарай, оңға қарай бұрамыз. Құранда асхабы шимали ма асхабу шимал деп Вақиға сүресінде айтып келеді ғой бұл нәрселер. Оңшылдар қандай оңшылдар, ал соңшылдар қандай солшылдар. Ямин мен шималдарды жайлы айтып келеді. Бұлар өте жамандар солшылдар, ал оңшылдар бұлар өте жақсылар. Олардың жүздерін Алла бұрады. Сонда ғалымның айтқан сөзі бәрімізге сұрақ: сені жерлейді әкеп, туысқандарың кіреді, жүзіңді қыблаға бұрап, не пайда? Адамдар емес сен тағдырың шешетін. Адамдар үшін өмір сүрмей-ақ қойып, Алла Тағала қаласа жүзіңді сенің сол жаққа қарай бұрып қояды. Алла Тағала оңшылдардан болуымыз нәсіп етсін. Мынау көзімізбен көрген нәрсеге амал ететіндерден болсын. Әшейін тек қана сезімге беріліп келіп, адамдармен бірге деп айқайлап кешке таман баяғы Байғожаның таяғына айналып кетпейік. Көрдіңіздер ма? Міне, не бір мықты деген адамдар өтіп кетіп жатыр ма? Ешкім емессің сен. Саған бізде адамдар қайтыс болса екі сұрақ қойылады: қартайып па, ауырып па дейді. Осы сұрақтардың өзі қателік. Өлу үшін қартаю шарт емес. Алла Тағала сенің жаныңды алу үшін сенің денсаулығың бір тиын. Алланың періштелері тауларын былай жинап қоятын періштелерге сенің рухың түкке де тұрмайды. Уақыт келсе болды, кетеді. Сосын ағайындар, қазір енді былай тек Алла бәрімізге разы болсын. Мәскеде жоқтар мәске беріп жатыр тегін. Алыңыздар, таныңыздар. Мына тәртіп сақтайық.